Сайрам ауданындағы Манкент ауылдық округ аумағындағы полигон бүгінгі таңда аудан бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды қабылдайтын негізгі полигон болып табылады. Мұнда қоқыс қабылдап, сұрыптау жұмыстары белгіленген графикке сәйкес тұрақты түрде жүргізілуде. Манкентте мусорларды қабылдайтын полигон арнайы жұмыс жасап тұр. Барлығы өткен жолы өздеріңізге белгілі, Қарабұлақ елді мекенінде күл қоқыс тазалайтын жерде баяғы иіс шықты басқа деген проблемалар туындаған соң ояқты жапылып кеткенден кейін бізде қабылдап жатыр қазір. Бұрындан да жұмыс істеп келген, қазіргі таңда жұмыс істеп отыр. Полигон қызметі экологиялық және санитарлық талаптарға сай реттелуі қажет. Осы бағытта тиісті бақылау шаралары күшейтіліп, қалдықтарды дұрыс жинау мен орналастыру жүйесі жолға қойылған. Қазіргі таңда Манкенттегі полигонның аумағы қоршалып, қауіпсіздік талаптары орындалуда. Сонымен қатар арнайы техникаларды қамтамасыз ету, қалдықтардың тығыздығын және төгілген аумақты тегістеу жұмыстары да жүйелі түрде атқарылып келеді. Манкент полигоны бұл Сайрам ауданында орналасқан. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстарды жүріп жатыр. Көріп отырсыздар, екі техникамыз бар, жалпы жұмысшыларымыз бар. Бұл жерде ауданымыздан қатты тұрмыстық қалдықтар жиналғанды осы жерге әкеп төгіп, сортировка істеп, одан кейін көму жұмыстарын жүргізеді. Арнайы орны техникаларымыз бар, арнайы жұмысшыларымыз бар. Манкент полигоны жетіп келу үшін 2 километр 100 метр тас жол бар, өзіңіз көріңіз. Сон бақылау камералары қойылған, келетін жолларға мусор тасып кетмеу үшін, ретсіз қоқыс пайда болмау үшін ол тәртіптерін жолына қойғанбыз. Жүргізілген шаралардың нәтижесінде полигон қызметі қолданыстағы заң талаптарына сәйкес ұйымдастырылып, ауданның санитарлық жағдайын жақсартуға өз үлесін қосуда. Ұлдархан Уәлиханқызы, Есболат Тұрмахан, САК ақпараты.